Қайырлы күн. Бүгін біз бетіміздің төменгі бөлігіне массаж және гимнастика жасаймыз. Ол үшін қолымызға және бетімізге крем жағып алған жөн. Бұл массаж еріннің ұшын көтереді, сондай-ақ жақтың қырын шығарады. Сонымен қатар еріннің бұлшық еттерін, жақтың бұлшық еттерін қатайтады. Олай болса кеттік. Саусағымыздың ұшымен мұрынның екі жағындағы нүктеден бастап бет сүйегінің астын осылай сипалап құлақ тұсынан бекітеміз. Енді келесі массажымыз ерін жанынан бастап бет бұлшық етін құлақ тұсына қарай екі саусағымызбен шымшып жоғары көтереміз. Дәл солай екінші жаққа да қайталаймыз. Енді саусағымыздың ұшымен ерін жанын, яғни ұртымызды осылай жайлап домалата массаж жасап уқалаймыз. Енді еріннің жанынан бастап құлақ тұсына қарай, самайымызға қарай бетімізді тартып
сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Соқ саусағымызды мұрынның екі жағындағы нүктеге қойып, үстіңгі ернімізді жоғары қарай көтеріп, басып, уқалаймыз. Енді бас бармағымызбен бет сүйегінің астын осылай басып, тартып уқалаймыз. Ендігі кезек гимнастикаға арналады. Ол үшін аузымызды жайлап ашып, а-о деген дыбыс шығарамыз. Сондай-ақ ерін жанында әжімдер болмауын қадағалаймыз. Сонымен қатар біздің жағымыз қатайып қалмауы керек. Енді ернімізді жиырамыз, сондай-ақ ерін жанында әжімдер болмауын қадағалап, бет бұлшықеттерін жоғары көтереміз. Сондай-ақ көздің жанында да әжімдер түспеуіне мән береміз.
Және де соңғы жаттығу ернімізді жайлап жиырып, ернімізді созамыз, яғни күлімдейміз. Сондай-ақ ерін жанында әжімдер болмауын тағы да қадағалаймыз. Осылайша ерін жандағы бұлшық еттер қатайып, сондай-ақ бұл еріннің көлемін үлкейтуге септігін тигізеді. Осымен бүгінгі жаттығуымыз соңына жетіп қалды. Керемет көңіл күй сыйладым деген үміттемін. Сондай-ақ каналға тіркеліп, бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.